DID арқылы адамды сөйлету үшін бірінші DID деген сөзді жазамыз. Одан кейін жүйеге кіру батырмасын басып, жүйеге кіреміз. Жүйеге кіру үшін біз ең алдымен тіркелуіміз керек. Тіркелудің ең оңай жолының бірі бұл өзіміздің Gmail почтамыз арқылы тіркелу. Яғни біріншісі Google мен жалғастыруды басып, өзіміздің Gmail'ымызды таңдаймыз. Сосын продолжить батырмасын басамыз. Продолжить басқаннан кейін ар жағында бізде DID-ға тіркелу үшін анкета толтырамыз. Яғни ішіне әртүрлі сұрақтар келеді. Өздеріңізге керекті сұрақтарды таңдап, яғни қай мамандық бойынша жұмыс атқарасыздар, сол бойынша таңдайсыздар да содан кіресіздер. Жүйеге кіргеннен кейін бізде енді бұл жақта қатты қиындығы жоқ. Жасау батырмасын басамыз. Жасау батырмасын басқаннан кейін стандартты аватар таңдаймыз. Соның ішіне өзімізге керекті суретті жүктеп саламыз. Сурет жүктеп салынады. Суретті одан кейін ландшафт арқылы өзімізге керекті размерін таңдаймыз. Яғни шаршы немесе портрет қылдырып. Кімге қалай керек. Таңдап, соның өзіне қойып, жан-жағынан тартып өзіне қайсысын ыңғайлы сол жаққа қоямыз. Одан кейін тілге кіріп, тілді ағылшынша тілді қазақшаға қоямыз. Яғни оның ішіне Айгүл және Дәулет деген екі дауыс қана бар. Бізге ұлдың дауысы керек болғаннан кейін Дәулетті таңдаймыз. Және де мәтінді теру үшін сол жағында көрсетіліп тұрғандай мәтінді басып, соның ішіне мәтінді қоямыз. Одан кейін сол мәтінді тыңдау үшін астындағы батырманы бассақ, яғни мәтін тыңдалады. Мәтіннің дауысы шығады, қалай екені. Дүниетану, білімге талпыну әрбір Тыңдағаннан адамның кейін есейген дәуірін үстінде бейнені жасау деген батырманы басамыз. Және де кеттік деген батырма шығады. Соны басқаннан кейін ары қарай видеомыз жасалынады. Видеомыз жасалып жатады. Осылай загрузка жүргізеді. Загрузка жүргізіліп болғаннан кейін жаңағы видеомызды басамыз. Жүктеп алмас бұрын бірінші тыңдап көруге болады ол видеоны. Яғни көріп тұрғандарыңыздай адамның суреті бері қарап тұру керек. Егер де адамның суреті қисық немесе жанға қарап тұратын болса, DID оның суретін жаңа суретіп жасамайды. Ол басында суретті жүктеген кезде салынып жасалынбайды деп нұсқаулық айтады. Одан кейін жүктеу батырмасын басамыз. Одан кейін біздің видеомыз жүктелінеді. Және де оны ашып тексеріп көреміз. Яғни көріп тұрғандарыңызда видеомыз ашылды. Барлығы көрсетіліп тұр. DID арқылы осылай оңай және де тез арада видеоны жасауға болады.